Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым. Жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздерге мынадай өте актуальный тақырыптардың бірі, ол күнделікті адам қанша су қабылдау керек? Ол суды қабылдау керек пе күнде, әлде шөлдеген кезде ғана ішу керек пе деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Ол үшін жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімі бойынша әрбір адам өзінің дене салмағының 1 килограммына 30 мл суға қажет екенін білу керек. Мысалы, егер сіздің салмағыңыз 50 килограмм болатын болса, сіз 50-ді 30-ға көбейтесіз. 30 мл деп отырғанымыз сіздің 1 килограммыңызға қажетті су болып саналады. 30-ды 50-ге көбейтсеңіз 1500 шығады. Кем дегенде 1500 мл су ішуіңіз керек. Литрге айналдыратын болса, ол 1,5 литр болып саналады. Ал егер сіз салмағыңыз 50 килограмм бола тұра, кем дегенде 1,5 литр су ішпейтін болсаңыз, не болады? Мысалы, гүлді алайық. Гүл, егер де біз су құймасақ, оның жапырақтары не істейді? Сола бастайды. Осы жапырақтар сола бастаған кезде барып біз, мына гүл су ішкісі келіп жатыр екен деп, үстіне су құя бастаймыз. Біздің ағзамызда солай. Егер де сіз шөлдеген сигналды күтетін болсаңыз, клеткаларыңыз гүл шөлдеген кезде жапырақтарымыз жылып, лайнан түрі әбіржіп кетеді ғой, тура сол сияқты сіздің клеткаларыңызда сондай әбіржіген күйде болады деген сөз. Сондықтан да ондай күйге дейін жеткізбей, клеткаңызға қажетті суды күнделікті жеткізіп отыру керек. Оны әдетке айналдыру үшін не істейміз? Мысалы, мен мынадай 0,5 жарты литрлік суды аламын, сосын күнде толтырып қойып отырам. 3 рет ішетін болсам, мен 1,5 литр ішкенімді білем. 4 рет толтырып ішетін болсам, онда мен 2 литр су ішкенімді білем. Енді бұл су не үшін қажет? Бұл су деген құрамында бұның ең бірінші молекулалық, атомдық деңгейіне үңілетін болсақ, оның өзіндік формуласы бар. Суды жай ғана ішіп қоймай, оған бар тілегіңізді айтып, жақсы сөздерді айтып, суды жақсы көріп, бір ішкенде бірден жарты литрін емес, жай ғана деп 1 глоток ішіп, 1-2 глоток, яғни жұтым жасап ішетін болсаңыз, организмге өте сіңімді болады. Енді не үшін біз суды іш деп айтамыз? Организмді шлак токсиннен тазарту үшін біздің ішетін суымыз өте маңызды. Бұл су таза болу керек, құрамындағы тұздылығы реттелген болу керек. Яғни сіз егер де таза емес су ішетін болсаңыз, онда ағзаңызға керісінше зиян келтіресіз. Себебі организмде бұл суды сіз ішкеннен кейін ол асқазаннан өтеді, ішек жолдары арқылы сіңеді, бауыр оны фильтрациялайды, бүйрек фильтрациялайды 2 рет. Егер де бұның құрамында белгілі бір тұздар көп болатын болса, кейін сіздің ағзаңызда өт жолдарында немесе бүйректе тастар қалыптасуы мүмкін. Соның алдын алу мақсатында әрдайым таза су ішуді міндетті түрде қолға алыңыз. Яғни ақшаңызды қимай деп краннан ағып тұрған суды іше салатын болсаңыз, кейін ол ауыртпалықтарға алып келуі мүмкін. Сондықтан да әрдайым таза су ішуге тырысу керек. Ең бірінші су біздің миымызға қажет. Мидың 70-80% жалпы су арқылы жұмыс жасайды. Егер де бізде қазақта сөз бар ғой, миың кеуіп кеткен ба деген сұрақ айтады. Яғни егер де суды жеткілікті дәрежеде ішпейтін болса, онда адамның памяті де нашарлайды. Есте сақтау қабілеті нашарлап, жұмысқа деген қабілеттілігі төмендеп, жиі шаршағыш болып келеді екен. Сондықтан да суды дұрыс қабылдап отыру керек. Екінші, бүйрек үшін өте қажет, яғни фильтрациялап, 2 фильтрден өткізеді бүйрек. Егер де қан сұйық болатын болса, онда бүйрекке оны сүзіп отыру да өте жеңіл болады. Өзіңіз елестетіңізші, қою нәрсені сүзген жеңіл ме, әлде сұйық нәрсе тез сүзіледі ма? Өзіңіз үйіңізде сүзетін машина мынадай, содан көріңіз. Әрине сұйық нәрсе өте жеңіл сүзіледі. Құрамындағы нәрселерді іріктеп алып қалу, оны сыртқа шығару бүйрек үшін өте жеңіл болады. Енді қай органға қаншалықты су қажет?
ми үшін 80% су қажет болады, бүйрек үшін 83% су қажет, бауырды алатын болсақ 78% суды қажет ететін орган, тіпті сіздің сүйектеріңіздің өзі 12% суды қажет етеді, аузыңыздағы тістеріңіз 10% суды қажет етеді, асқазаныңыз 67% суды қажет етеді. Бұлардың барлығы біздің организміміз үшін судың қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Сондықтан да ағза үшін, әрбір біздің клеткаларымыз үшін өте маңызды болып саналатын суды күнделікті дұрыс қабылдап отырыңыздар дегім келеді. Бүгінгі айтарым осы. Сау болыңыздар.